Бәріне сәлем достар, сендермен бірге менде кішкене бүгінгі видеода біз FIFA 15-тен Қазақстан мен Россия болып ойнайтын боламыз. Міне біздің кешіріңіздер, біздің қазір мен безокқа жіберейін. Так. Достар, бізде тәуелсіздікке 27 жыл болды. Соған орай біз Ресей мен Қазақстан болып ойнайтын боламыз. Ендеше кеттік. Профессионалмен ойнаймыз. Өте қиын болып кетті Қазақстан жағдай. Өзіңіз сөздер, Қазақстан қалай ойнап жүрген қазір. Негізінде қазір Қазақстанның ойындары нормальды. Так, арқайын өтіп кеттім. Жарайды. Кеттік, бастайық. Сол жағымызда орыстар, оң жағымызда қазақтар, көріп тұрғандарыңызда сары мен қызыл фанаттар айтып отырмын. Так. Міне әнұранды айтады бізде, сондай болу керек, бірақ әнұран жоқ. Так. Адам түрлері ұқсамайды десек те болады. Ё-моё, достар. Россияның гимні бар. Алтын күн аспанға осы нетіп жалқы болғаны ма не? Так, бізде Исламхан Мүсірбаев Глушевқа жабысып жүр. Так, Глушев Загоев. Достар, айтпақшы бұл 2017-2010. Опа, финт. Ё-моё. Навестерді мұндай қатты көтереді деп айта алмаймын. Енді Акинфеев тамаша сейф, тамаша удар және яғни соққы. Пас беруге болатын еді, бірақ мен көрмей қалдым, кешіріңіздер сондықтан. Сияқты еді. Так, ысқырық қуып тұр тағы да. Бірақ ойынның FPS-і жақсы, 60 FPS беріп тұр. Ой, кім? Достар, менде негіз FIFA 19 бар, бірақ FIFA 19-да ойламай қойыңыз, Астана мен не жоқ, Қазақстан жоқ. Негізін Астана Чемпиондар лигасына жолдама алғанда Астананы 100% қосатын еді. Так, бірақ ол кез бүгіндікке енді келесі жылы Чемпиондар лигасына қайтып оралатын шығар деген ойдамын. Астана құрамасы. Так. Неге, мысалы мен айтамын да, неге Лига Европаны FIFA 19-ға қосқан жоқ, тек қана FIFA 19-да Лига Европаны финалы ғана бар, басқа ондай турнир жоқ. Егер турнир болатын болса, Астана болатын еді Лига Европаны. Пас бер. Теп. Осы молдар, ё-моё. Айтып кеттім, қателік бізде. Топты ойынға қосты дегім келіп еді. Сөзімді шатастырып алдым. Так, аны жау жесті. Онда. Йо, жаман қылады ғой. Болмайды оны. Әсе жаңа киімнен тартып келдір. Бізге повторын көрсетпейді, да? Так, жарайды. Достар, мен тепкені қараңыз, көріңіздер. Мен теппеу керек еді, келесте жақтап келіп салу керек. Бірақ біздің жігіттер ашылмай жүр. Так, 45-ке 5 минут қосты. Енді бізге қосылы тамаша мүмкіндік, бірақ салалса егер қараңызшы мынандай ойын ойнап сала ала ма деңіз.
сөзүмдү кайтып алдым. Так. Достар, убакыт бермейт вообще. Неге ондай? Так, жарайт. Достар, кызык болду. Тип. Ё-моё. Внезапно. Жарайсың. Кмашык. Йо, достар. Давай. Шама келгенче алын болу керек бизге. Достар, мына атаканы калай битирсем болот? Ё-моё. Йо. Тип. Ой, Акинфеев. Екінші сейві, да? Тип, Исламхан. Гол! Есеп 1-0, достар. Жарайсың, Исламхан. Әдемі соққы. Қараңыздаршы. Акинфеев бұл жерде дым істей алмады. Ешқандай мүмкіндік болған жоқ, тіреуге десек те болады. Бірақ Акинфеев тіреуге тырысты, бірақ соның өзінде де тіре алмады. Кеш қозғалып қойды. Енді қанша дегенмен жақыннан келіп салған удар ғой. Ұқсамайды бауыржан Ислам, қайда жүр, бір орысқа ұқсайды. Енді түрлері шын емес қой. Енді түрлері бұл патшық көже ғана. Йонкама. Біз атакауші тактикада тұр бізде, соның өзінде защитаға ғана дым шықпайды екен. Негізінде соны түсінді біздің жігіттер. Сондықтан гол салып кетті Исламхан. Енді бізге достар защитаға қойып көрсек те болады. Бізге защитаға қойып атака жасай беруімізге де болады. Так, Головинен допты ала алмадық. Ё-моё. Ұста. Хороший лори. Түм, үстіне берердің ғой негізінде. Эй, қайда бердің? Жарайды. Так, достар, 80-ші минутқа автобусқа қойылдық біз. Фол. Так, Кокорин шығарды. Кокориннің қаяқта кім білесіздер өздеріңіз. Өте жақсы білесіздерден ойдамын. Жарайды, мен білмейтіндер болса айтайын. Айта кетейін, олар қазір түрмеде. Кокорин мен Мамаев Тима кім еді? Соны комментария жазып кетіңіздер. Так. Давай. Нусербаев, не істедің? Не зат бұл? Ё-моё. Нусербаев машина алып кетті бізден. Салдырпа. Ё-ё-ё. Достар, көрдіңіз, жаңа қолға тиді негізінде. Ё-моё. Так, достар, сау болыңыздар, сіздерді құттықтаймын. Қазақстан жеңіске жетті десең. Тағы достар, сіздер тәуелсіздіктің 27 жылдығымен сіздерді құттықтай кетемін. Сау болыңыздар, сіздердің болғанымен дәл күш видео лайк қойыңыздар. Осындай видеолар көп шығу үшін сау болыңыздар.